Саламатсыздар ма? Каспий KZ-пен ИП-нің төлемдерін төлеу үшін бірінші Каспий KZ приложениесін ашамыз. Приложение ашылады. Сол кезден сол жақтағы жоғарғы жақта үш сызық бар, соны басамыз. Сіздің данныйларыңыз шығады. Және осы жерде платежи дегенді таңдайсыздар. Платежидан кейін все дегенді басамыз жоғары жақтағы. Осы жерден госуслуги, штрафы, налоги деген осыны таңдаймыз. Осы жерде платежи для ИП деген бар. Осыны таңдаймыз. Міне төлемдері шықты. ИП бойынша төленетін міндетті әлеуметтік төлемдердің тізімі шықты. Енді мысалы пенсионные взностан бастап төлесек, обязательные пенсионные взносы деген таңдаймыз. Выберите тип платежа. Выберите тип платежа. Осыны басамыз. Біріншісін таңдаймыз. Обязательные пенсионные взносы. КНП 0,10 деп тұр. Осыны таңдаймыз. Екінші период оплаты. Сіз қай айға құяйын деп жатырсыз, соны таңдайсыз. Мысалы, осы айға төлесеңіз, октябрь 2020 міне. Өткен ай сентябрьге төлесеңіз, сентябрь 2020 деп. Октябрь 2020 жарайды. Окей. Иін плательщикка. ИП сіздің атыңызда болғандықтан, иін плательщиккаға да, иін работникаға да сіздің иініңіз жазылады. Оны өзіңіздің иініңізбен толтырасыз. Мысалы, қанша теңге? Сіз әдетте максималка төлемен төлеу үшін 29750 теңге пенсионный взносқа аударасыз. Выбрать счет для оплаты. Каспий кошелек. Ары қарай Каспий кошелегіңізді таңдап, немесе Каспий голдыңызды таңдап, осы жерден выбрать к оплате деп басып жібересіз.